Пілдей алып жануар кішкентай тышқаннан қорқады дейді. Мультфильмдерде піл тышқанды көрсе бірден қашат, бірақ өмірде де дәл солай ма? Талдап көрейік. Бұл стереотиптің пайда болуына мультфильмдер қатты әсер еткен. Әсіресе Диснейдің Дамбо мультфильмінде пілдер тышқанды көріп шошып кетеді. Содан кейін бұл көрініс көп адамның есінде қалып қойған. 2007 жылы аңыз аңшылары бағдарламасы бұл мифті тексереді. Олар тышқанды пілдің алдына кенеттен шығарып көрген. Піл тоқтап айналып өткен. Бірақ ол мультфильмдегідей қашқан жоқ. Зерттеушілердің айтуынша піл нақты тышқаннан емес, кенет қозғалған кішкентай нәрселерден сақтанады. Себебі пілдің көру қабілеті аса жақсы емес. Ол бірден не екенін түсінбей, қауіп шығар деп ойлап қалуы мүмкін. Ал тышқан қозғалмай тұрса ше? Тағы бір тәжірибе, пілдер тышқанға мүлдем мән бермеген. Демек, пілдер тышқаннан ерекше қорқады деген сөз мифке жақын. Бірақ пілдер шынымен қорқатын жәндіктер бар. Олар аралар мен құмырсқалар. Өйткені олардың шағуы пілдің сезімтал тұмсығына зиян келтіруі мүмкін. Ал сіз бұл мифке сенген бе едіңіз? Пікір қалдырыңыз.